әдебиеттік оқу. 90-дық жиынтық бағалау. Бірінші тапсырма. Оқылым. Мәтінді түсініп оқы. Тапсырмаларды орында. Мәтін мазмұны бойынша жануарлар туралы алған мәліметтеріңді кестеге жаз. Піл туралы не білдің? Көбелек туралы не білдің? Қолтырауын туралы не білдің? Егерде мәліметтер жазуға қиналып қалсаң, мәтін мазмұнын қайталап оқып шық. Екінші тапсырма. Жазылым. Мәтін мазмұнына сай келмейтін, яғни үйлеспейтін сөйлемдерді алып таста, одан соң көшіріп жаз. Ол үшін алдымен мәтінді тұтастай оқып шық. Мәтін мазмұнына сай келмейтін сөйлемдерді алып тастайсың. Одан соң көшіріп жазасың.